Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бас тақырып. Біз бүгін мемлекеттік қызмет пен оларға қойылатын талаптар, қызметшілерге жалпы осы саладағы өзгерістер туралы айтамыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасы Дархан Жазықбаев. Дархан Медеғалиұлы, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Енді мынау жақында ғана біраз ауыс түйіс болды. Бәріміз оны жақсы білеміз. Енді осы өткен жазда жалпы осы мемлекеттік қызметкерлердің, министрлердің орташа жасында сіздер жарияладыңыздар. Енді қазір қоғамның талабы басқа ғой. Жастардың лауазымды қызметке келіп жатқанын білеміз, көріп отырмыз. Енді бұл дегеніміз жалпы мемлекеттік аппарат жаңарып жатыр деп айтыламыз ба? Содан кейін мынау президент жастар кадрлық резерві бар ғой. Олар қаншалықты осы мемлекеттік қызметке тартылып жатыр және қай салаларға? Рахмет. Енді бұл басты мәселе, өзекті мәселе болып отыр. Себебі өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 2019 жылы президент болып сайлау алдындағы жолдауында да өзінің сол президенттік бағдарламасында да осы жастарға көп көңіл бөлетін анықтаған, белгілеген болатын. Сол себепті осы президенттік жастар кадрлық резервіне байланысты өзінің ұстанымын жариялады. Яғни ол жастарға деген әлеуметтік лифт. Екіншіден, кадр мәселесі деген өте бір қызықты тақырып болып келеді ғой негізінде. Себебі ауыс болады, түйіс болады, құзыреттілігіне, қабілеттілігіне былай адамдар ауысып отырады, мынау реформаларға байланысты ауысып отырады. Сол сияқты, мынау өзіңіз білесіз, 90 жылдардың басында біз тәуелсіздік алған кезде де біздің мемлекеттік аппаратқа жас басшылар өте көп келген болатын. Соған байланысты біраз осы 30 жылға ілгерілеген жұмыстар жүргізілді. Соған байланысты міне біз тағы да 30 жылдың тағы арғарай қадам басып жатырмыз. Сол қадамға байланысты міне жастардың қазіргі таңдағы әлеуметтік лифт, жастарды әкелу, жастарды тарту. Енді жастар өспей ма, көкейт еспей ма дейді қазақ. Сол сияқты олардың жаңа бастамасы, жаңа буын қалыптасып келеді мемлекеттік аппаратта. Себебі қазіргі таңда 90 жылдары болашақпен оқыған, немесе өзінің еркімен шетелде оқыған, 90 жылдар алғаш мектепке барған тәуелсіздіктің ұрпақтары қазіргі кезде уже қаз-қаз басып, мына мемлекеттің басқаруына араласқылары келіп өздерінің ұсыныстарын, өздерінің білімділігін, біліктілігін көрсетіп жатыр. Сол себептен де президентіміз осыны көре отырып, жастарға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Бұл үлкен әлеуметтік жаңағы саты болады. Себебі жастарымыз болашақта осы мемлекетіміздің ары қарай қалыптасуына, тәуелсіздігінің тұғырлы болуына үлкен жол ашады. Соған қызмет жасайды, соған бейімделеді. Сондықтан да жастардың келіп атқанына мен өзім жеке басым қуанам. Себебі әрқайсысын қарап отырсақ та өзінің білімі бар, біліктілігі бар мамандар. Қандай да бір сатыдан өткен, қандай да бір шетелдік ғылыми сараптамалық орталықтардан білім алып, өзінің осы халыққа, елге қызмет етсем деп жатыр. Сондықтан да әрқайсысына біз мүмкіндік беруге осы жолды ашып отырмыз. Жасарып келе жатыр деп айтыламыз мемлекеттік аппарат. Жасарып келе жатыр. Мемлекеттік аппараттың қазіргі орташа жасы 38 жасты құрайды. Енді мына президент жастар кадрлық резерві туралы айтсаңыз, олар қаншалық тартылып жатыр осы мемлекеттік қызметке? Енді қазіргі таңда біз жалпы екі кезең өткіздік қой. Бірінші кезең 2019 жылы аяқтадық. 2020 жылдың ақпан айынан бастап қызметке тұрғыза бастадық. Одан кейінгі екінші этабы бұл 21 жылы өткіздік. 22 жылдың ақпан айынан бастап ол қызметшілерді өткізе бастадық. Барлығы 350 адам. Сол 350 адамның қазір 258-і осы мемлекеттік басқару саласында қызмет жасап жатыр. Ол мемлекеттік басқару деген кезде тек қана жаңағы мемлекеттік қызмет емес ол. Квазигоссекторы бар, жаңағы басқа да институттар бар, бағытталған. Соның барлығына олар өздерінің үлестерін қосып жатыр. Мысалға Самұрық-қазына фондта жасап жатыр. Компанияларда жұмыс жасап жатыр. Сол компаниялардың жаңа директорлар кеңесінде мүшесі болып атқарып жатыр. Сол сияқты осы барлығын алған кезде бізде қазіргі түгел істеп жатқан 258 адам. Бұл дегеніміз біздің есептеген кезде 74%-ын біз жұмыспен қамтып отырмыз қазіргі таңда. Резервтің ішіндегі, 350 адам ішіндегі. Енді 21 жылғы резервтің мысалы 50 адамды алдық. Бірақ біз бұларды көбінесе мемлекеттік аппаратқа жұмыс істеуге байланысты қылып алдық. Соның өзінде қазір 32-сі жұмысқа орналасты. Бірден оларды жаңағы саяси лауазым, немесе оларды бірден жаңағы үлкен лауазымдар емес, бірте-бірте жаңағы іштен дайындалып, іштен көріп, іштен өсіп, тәжірибе жинақтап жан-жақты. Енді құзыретімен біз енді қазіргі таңда мемлекеттік
мынау аппарат мемлекеттік қызметтің өзінің бағытын өзгертіп жатырмыз ғой. Бұл тек қана жаңағы осы ПМК-ге қатысты емес, жастарға байланысты. Былтыр мемлекет басшысы тағы тапсырма берді. Келесі жылы, осы жылдан бастап біз өңірлік деңгейде резерв қалыптастырсақ па деген соған байланысты жұмыс жасап жатырмыз. Бұлар да жастарға ашылатын жаңағы әлеуметтік өзіндік несі. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі таңда жастарға осы мемлекеттік басқаруға араласуға үлкен мүмкіндіктер беріледі. Үшінші кезеңі болады ма осы? Үшінші кезең осы 2023 жылды белгілеп отырмыз. Ол әдеттегідей қыркүйек айынан басталады. Қыркүйек айынан бастап осы құжаттарды қабылдау басталады, жинақтау басталады. Сол осы келесі осы жылдың аяғы 25 желтоқсанға дейін барлық этаптардан жаңағы кезеңдерден өтеді. Сосын сол жылдың аяғында біз қорытындыласын тағы да анықтаймыз. Түсінікті. Енді Дархан Медеғалиұлы, сіз жақсы өзіңіз білесіз, мынау саяси реформалар жалпы жүріп жатқан шақта мемлекеттік қызмет жүйесіне де жаңа талаптар қойылады. Оны президенттің өзі де айтты, мемлекеттік басқару ісін жаңғырту керек деп. Енді бұл ретте басты жаңағы басымдықтардың бірі мынау адами ресурстар мәселесі болып белгіленгенін де білеміз. Осыған қатысты енді агенттік HR институтына қалай айналмақ? Ол өздеріңіз белгілі, осы қыркүйек айында мемлекет басшысы өз жолдауында осы бағытқа қатты мән берді, және біздің агенттіктің алдына осындай мақсат қойды. Бұл HR дегеніміз, HR институты дегеніміз, бұл адами ресурстарды басқару институты деп есептелінеді. Ол біздің осы адами ресурстарды басқарудағы негізгі құралдар дейді ғой, инструменттер. Мысалға, таланттарды қалай іздеу керек, жеке сектордан адамдарды қалай тарту керек, сосын олардың құзыреттілігін қалай бағалау керек, олардың қабілетін қалай анықтаймыз деген осындай бағыттарда бізге алдымызға жоспар қойып отыр. Осыған байланысты біз желтоқсан айында барлық осы адами ресурстарға қатысты мамандарды жинадық, қоғам өкілдерін жинадық, осы айналып жүрген сарапшылар жинадық, соған үлкен форум өткіздік. Сондағы негізгі мақсатымыз мынау мемлекеттік органдардағы біз айтамыз ғой, жаңағы персоналды басқару басқармалары деп, солардың жұмысын жетілдіру, олардың жаңа адамдармен жұмыс жасауы, таланттарды таңдаудағы жұмыс жасау, осыған бағытқа біз қазір көптеген құралдарды дайындап жатырмыз. Оның бірнесі енді айтып кетейін, себебі бірін-біріне байланысты ғой. Былтыр жылдың басында мемлекет басшысы бізге осы мемлекеттік қызметке кіру, одан шығу, одағы меритократия қағидаларының болуын барлығын қалыптастыру бойынша тапсырма берген болатынбыз. Осыған байланысты біз қазір жаңа заң қабылданды, жаңа нормалар қабылданды. Осыған байланысты бір жаңағы құқықтық нормативтік актілерге қазір өзгеріс енгізіп жатырмыз. Заңға сәйкес енді біздің жастарға тағы мүмкіндік беріп отырмыз. Осы жылы жоғарғы оқу орнын аяқтаған түлектер мынау ауылдық округтегі әкімдікке, аудандық әкімдіктің аппаратына төменгі лауазымға ешқандай тест тапсырмай, конкурстық іріктеусіз жұмысқа тікелей орналаса алады. Яғни олардың тек қана бір талап, олардың мынау GPI дейміз ғой, бағасы 33-тен төмен болмау керек. Яғни ол кем дегенде 85 балл. Содан жоғары жаңағы біздің жаңағы жас түлектеріміздің бітіріп атқан, осы биылғы бітіретіндерге беріп отырған жастарға тағы да мүмкіндік. Аудан, ауыл, төменгі лауазым дегенде, мысалы, ауыл әкімі ме ол қалай? Жоқ, төменгі лауазым деген ол маман. Яғни маман. Яғни биыл бітіретін, айтайық, ветеринар болсын, мамандығы болсын, немесе жаңа экономист болсын. Сол бір ауылдық округтар, үлкен ауылдық округтарда бар мысалға, 10 адамға дейін қызмет жасайтын. Сол жерде төменгі мамандық деген специалист дейді ғой. Мамандық, төменгі мамандықта соған лауазымға кіру үшін тест тапсырмайды. Оқу бітіргеннен кейін бірден барып жұмыс істеуге болады. Бірақ GPI баллы жоғары болу керек. Төмен балл болмау керек. Яғни олда бір жастарға талап қой енді. Оларға бәрін мүмкіндік беру. Ертең ол мемлекеттік қызметпен өзін байланыстыратын болса, бірінші төменгі жақтан бастау. Ауылдық округтерде, жаңағы аппараттарда конкурсқа жаңағы қатыспастан, ары қарай ілгерілетіп өзін мемлекеттік қызметпен байланыстыратын адам ары талаптарға сәйкес жұмысын атқара беретін болады. Осындай мүмкіндік беріп отырмыз. Сонымен қатар мынау біздің мемлекеттік басқару академиясы бар президенттің жанындағы. Сол жердегі магистранттар мен докторанттарға да
мүмкіндіктер беріп отырмыз. Олардың да орташа балы жаңағы жоғарғы жақсы баға алатын болса, оларды да бірден жоғарғы лауазымға тағайындау бойынша мүмкіндіктер беріп отырмыз. Сонымен қатар қазір кезде мемлекеттік қызметшілердің қызметіне көп жаңағы шағымдар түсіп жатыр. Соған байланысты біз бағалауды кіргізіп жатырмыз. Осы бағалауға байланысты мемлекеттік қызметтен егер 2.90 бойы тиімсіз бағалатын болса, мемлекеттік қызметтен жұмыстан шығарамыз. Егер ол 4.90 бойы тиімді бағалатын болса, меритократия қағидаты бойынша жоғары лауазымға оны ұсына аламыз. Міне осындай өзіміздің құзыреттілігі мен қабілеттілігін анықтайтын өзіміздің моделімізді кіргізіп жатырмыз. Осы жерде тағы бір нәрсе сұрай кетейінші. Мысалы, жаңағы рас айтасыз, мысалы мемлекеттік қызметкерлерге жалпы түрлі сын айтылып жатады ғой. Соның бірі осы сіз айтып отқан, мысалы, кім жұмысқа қалай келіп жатыр, кім кетіп жатыр, сол жағы кішкене ашықтығы жоқ деп жатады. Осы ашықтық жағын қалай қамтамасыз етесіз? Ол себебі енді өздеріңіз білесіздер, 2016 жылы негізі әлемде өзі екі модель бар мемлекеттік қызметте. Бірінші жаңа мансаптық дейді, карьерный модель. Екіншісі позициялық дейді. Ол жаңағы позициялық жаңағы ыңғайына қарай жұмысқа қабылдау. Біз енді бұл жерден өзіміздің қорытындылай келе, енді біз енді 30 жылдан аса мемлекеттік аппараттың қалыптасуына жұмыс істеп келе жатырмыз ғой. Осының барлығын икемделе келе, біз қазіргі кезде өзіміздің жаңаша моделімізді, яғни құзыреті мен қабілеттілігіне байланысты жұмысқа алу. Себебі мемлекет басшысының өзі де сынады, айтты ғой. Мемлекеттік қызмет бұл жабық каста сияқты болып қалған деп. Сондықтан да біз бұны қазір ашып жатырмыз. Жан-жақты түгел қарап, құзыреттілігі мен қабілеттілігіне. Бұрын мысалға жаңағы Сібір категория дейді, директор департамент болу үшін 7 жыл өтім, оның ішінде 2 жыл басшылықта болу керек деп жазылған. Мемлекеттік қызметте, талапқа байланысты. Біз қазіргі кезде осы талапты қайтадан қайтарып жатырмыз. Бұрын ол агенттіктің құзыреттілігінен мемлекеттік органдарға берген. Қазір біз қайтадан агенттік өзімізге алып, соны бізбен келісу бойынша жасау үшін оны қайтадан алып отырмыз. Яғни біз қазіргі таңда мемлекеттік қызмет пен салалық қызметті теңестіреміз. Жол ашамыз. Мысалға, сіз ертең бір мемлекеттік органға пресс-секретар болып барам десеңіз, сізге мемлекеттік қызметте жасау өтілінің қажет жоқ. Сіздің өзіңіздің салаңыз бойынша журналист ретінде жасаған өтіліңізбен екеуін бірін-біріне теңестіреміз. Бұл да жақсы мүмкіндік. Сондықтан да бұл да жаңағы сізге айта алмайды. Сіз мемлекеттік қызметте істеп келіңіз бірінші деп ешкім айта алмайды. Сондықтан да бұл осындай барлық жаңа позициялардағы, барлық категориялардағы бәрін ашып жатырмыз. Себебі біздің мемлекеттік қызметте келген кезде ол министрлікке, әкімдікке бармайтындай қылып жасап жатырмыз. Себебі біз қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, e-қызмет деген системамыз бар, порталымыз. Сол порталды біз қазір жандандырып жатырмыз, жаңғыртып жатырмыз. Формат өзгеріпті. Өзгерді. 1 наурыздан бастап пилоттық, 5 орган пилоттық жобаға кіреді. Бұл жерде кез келген осында отырып та тест тапсырып, өзіңіздің жаңағы конкурсқа қатысып, жаңағы министрлік әкімдікке бармай-ақ тікелей қатыса беріңіз. Кез келген уақытта. Ол жерде де біз қазір кезде қарап жатырмыз. Себебі бұл жерде қазіргі заңда мысалға 9 заңнамалық актілерге бойынша тапсыру керек қой. Біз оны 9-дан 4-ке қысқартып жатырмыз. Конституцияны білуіміз керек, міндетті түрде, мемлекеттік қызмет туралы заңды білуіміз керек, сыбайлас жемқорлыққа заңды білуіміз керек, және әдеп кодексі бойынша. Өзгерістер. Ары қарай енді құзыреттілігі мен қабілеттілігіне басқа да тесттер болады, эсселер болады, енді соның барлығын жалғастырамыз. Жақсы, түсінікті. Енді жаңа тесттер өзі бір әрбіріне тәжірибесі болу керек, өту керек міндеттерден өзіңе. Жалпы мынау мемлекеттік қызмет сұрағым келгенде, мысалы нағыз патриоттар жұмыс істейтін, халық үшін жұмыс істейтін жерге қашан айналады? Жалпы сіз тараптан осыған байланысты бір жұмыстар бар ма, ауыз толтырып айтады? Жалпы негізі осы патриоттық, елдік, азаматтық сана деген кезде бұл жалпы қоғамның саналы тұрғыда өзгеруіне әкелу керек деп ойлаймын да. Себебі өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызметші біздің осы қоғамнан дайындалып шығады ғой. Себебі мемлекеттік қызметке кез келген жаста келеді. Мысалға 20 жасынан бастап 63 жасқа дейінгі, пенсияға шыққанға дейінгі жаста мемлекеттік қызметке келе береді. Ол саналы тұрғыда келеді. Біреу қалыптасқан адам болып келеді, мысалы жұмысқа. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде жаңғыз мемлекеттік қызметшілердің елге, жерге қызмет етуі негізі бойынша біз тұрақты түрде жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші кезде біз былтыр жылдың басында біз осы әдеп жөніндегі кодекстің жаңа редакциясын қабылдадық. Ол жерде біз
мынау ашықтықты бірінші кезге қойдық, әділдікті бірінші кезге қойдық қағидалар ретінде. Сосын үшінші қойғанымыз бұл адамға бағдарланған. Яғни әділ, ашық, адамға бағдарланған принциптерді мемлекеттік қызметшілер өзінің қызметтік этикасында ұстау керек. Одан кейін біз қызметтік этикамен сосын жалпы қоғамға бірдей моральдық этиканы біз ара жігін аштық. Себебі таңертең сағат 9-ға дейін, кешкі 6:30-7-ге дейін мемлекеттік қызметшілер олар өздерінің күнделікті белгіленген функционалдық міндетін атқарады да, жұмыстан кейінгі тыс уақытта ол елге бәріне бірдей қоғамдық моральдық принциптерді ұстану керек. Осындай өзгеріс. Осындай өзгерістер енгіздік. Себебі мемлекеттік қызметші ол қоғамның бір өкілі, ол да Қазақстанның азаматы, Қазақстан азаматы болғаннан кейін оны да конституциялық жағынан қорғалады. Конституциялық құқығы бар. Біз енді ол мемлекеттік қызметке кіргеннен кейін енді қандай да бір шектеулер қоямыз ғой. Бірақ жалпы алған кезде ол да Қазақстанның азаматы ретінде конституциялық несі бар. Ол өзінің жаңағы отбасымен киноға бара ма, жоқ басқа жаққа бара ма, демала ма, ол жұмыстан тыс уақытта оның өзінің еркі. Ал енді жұмыс кезінде ол осы қағидаларды ұстану керек. Жақсы түсінікті. Енді Дархан Медеғалиұлы, мынау жалпы президент мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту керек дегенді айтып жүр. Енді бұрыннан айтылып келе жатқан әңгіме, бірақ осы мемлекеттік қызметте бір жұмысына кедергі келтіретін бір проблемалардың бірі. Осы бағытта қандай шаралар атқарылып жатыр қазір? Қазіргі таңда агенттіктің тағы бір бағыты осы мемлекеттік қызмет көрсету сапасына бақылау жасау. Біз енді осы бойынша көптеген жұмыстарды атқарып жатырмыз, енді мемлекеттік органдармен. Себебі бізде енді біріншіден біз жаңағы айтады ғой, жазалау немесе қандай да принциптер емес, біз профилактикалық тұрғыда жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Ол бірінші біздің құзыретімізге байланысты методологиялық, жаңа әдіснамалық тұрғыдан біз көмектер жасап отырамыз және ұсыныс беріп отырамыз. Осыған байланысты бізге сараптама және мониторинг жүргізу бойынша бізге тапсырма берілген болған. Осыған байланысты жұмыс топтары құрылды. Осы шілде айынан бастап, осы желтоқсан айына дейін біз фокус жаңа топтармен, жұмыс топтарымен жұмыс жасадық, сарапшыларды тарттық, солардың барлығымен бірлесе отырып, қазіргі таңда біз көптеген мынау бюрократиялық барьер дейді ғой, жаңа кедергілерді алып тастауымыз керек. Сол бойынша біз ұсынысты жақын арада осы бір аптаның көлемінен кейін біз ұсыныстарды президент әкімшілігіне жолдайтын боламыз. Сол арқылы үкіметпен бірге жұмыс жасаймыз. Себебі көптеген керек емес институттар бар, керек емес нормативті құқықтық актілер бар. Бұлар бойынша біз жұмысты аяқтап қалдық. Осы бойынша тағы да біз ұсыныстарды беретін боламыз. Себебі мысалға қазіргі таңда біз енді ауданның әкімдерін алдағы уақытта сайлаймыз деп, пилоттық жобаға өтеміз деп жатырмыз ғой. Соған байланысты олардың да жауапкершіліктерін арттыру керек болады. Осыған байланысты көптеген құжаттарға байланысты біраз ұсыныстарымыз бар. Осындай біраз мәселелерді алдағы уақытта беретін боламыз. Тағы да ол туралы сіздерді ақпарат береміз. Әрине, алдағы уақытта нақты атқарылған жұмыстар туралы оларға тағы да тоқтала жатармыз. Енді Дархан Медеғалиұлы, біздің уақыт аяқталып қалыпты. Студиямызға келіп сұхбат беріп, мынау мемлекеттік қызметкерлерге қатысты өзгерістер, жалпы мемлекеттік қызметтің туралы айтқаныңызға сізге көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз сізге. Рахмет сіздерге. Енді мемлекеттік қызмет ашық болады. Бұдан басқа. Солай деп сенейік. Жақсы. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасы Дархан Жазықбаев. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.